Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Пән атауы КМ05 автокөлік агрегаттары мен тораптарының құрылысы және құрылыстық ерекшеліктері. Сабақтың тақырыбы автомобиль қозғалтқышы. Арнайы пәндер оқытушылары Бақытгүл Темірланқызы. Сабақтың жоспары: қозғалтқыш туралы жалпы мәлімет, қозғалтқыш түрлері, қызметі мен тарихы. Қозғалтқыш қандай да бір энергия түрін механикалық жұмысқа түрлендіретін күш қуат машинасы. Қозғалтқыш латынша мотор, яғни қозғалысқа келтіретін деген ұғымды білдіреді. Ол осыдан қозғалтқыш деп аталып кетті. Энергия механикалық жұмысқа қозғалтқыштың түріне қарай қайталама ілгерілемелі қозғалыстағы піспек, яғни поршын, айналмалы қозғалыстағы ротор немесе реактивті қозғалыс тудыратын аппарат арқылы түрленеді. Оны жердегі, судағы, аспандағы, ғарыштағы көлік құралының қозғалысқа келтіру, өндірістің әр саласындағы жұмыс машинасын, тұрмыс техникасын тағы басқа іске қосу үшін қолданады. Қозғалтқыш бірінші реттік және екінші реттік қозғалтқыш болып бөлінеді. Бірінші реттік қозғалтқыш бу, газ, жел қозғалтқыштары табиғи энергетикалық ресурстарды, отын, су, жел энергиясын, ядролық энергия, механикалық энергияға тікелей түрлендіреді. Оған жылу қозғалтқышы, бу қозғалтқышы, газ қозғалтқышы, жел қозғалтқышы, гидравликалық қозғалтқыштар тағы басқалар жатады. Карбюраторлық қозғалтқыш жанғыш қоспа карбюраторында түзіліп, цилиндріндегі электр ұшқыны мен тұтанатын іштен жанатын қозғалтқыш. Карбюраторлық қозғалтқыш отыннан ретінде тез буланатын жеңіл отындар, бензин, керосин және тағы басқа майлар пайдаланады. Олар автомобильдерде, мотоциклдерде, катерлерде тағы басқаларда қолданылады. Дизель қозғалтқышы. Дизель қозғалтқышты іштен жанатын автомобильдің бензинді қозғалтқышымен салыстырғанда басқаша сызбамен жұмыс істейтін қозғалтқыш. Дизель қозғалтқышы дизельдік жанармай сұғылудан барып тұтанады. Дизельдік қозғалтқыштардың жетістіктері: жанармай аз жұмсалады, көміртек оксиді, көмірсутектер және азот оксиді ауаға аз шығарылады. Алайда тұтас алғанда адам үшін улы ластағыштардың мөлшері дизель қозғалтқыштардың ылғысыма газдарында, яғни карбюраторлық қозғалтқыштарда 100 есе көп болады. Дизель қозғалтқыштардың ылғысыма газдарындағы зиянды заттардың 0,5 миллиграммы организмге түссе өлім қаупін тудыреді. Дизель қозғалтқыштарында ылғысыма газдарды қатты жөтелтеді, өкпені ірітеді, обырға шалдығудың ықтималдығын көбейтеді. Бу турбинасы. Будың потенциалдық энергиясын кинетикалық энергияға, одан кейін оны айналушы біліктің механикалық энергиясына түрлендіретін турбина. Бу турбинасы жылу электр энергиясындағы электр генераторларын қозғалысқа келтіретін негізгі қозғалтқыш. Жылулы қозғалтқыш. Жылу энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіретін қозғалтқыш. Табиғи энергетикалық қорларда химиялық немесе ядролық отын түрінде пайдаланылады. Бу машинасы сылған су буын потенциалдық энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіретін алғашқы поршындық қозғалтқыш. Реактивті қозғалтқыш. Жұмыстық дененің бастапқы энергиясын сол дененің реактивті ағынының кинетикалық энергиясына түрлендіру арқылы тарту күшін тудыратын құрылғы. Карбюраторлы іштен жану қозғалтқышына тоқталу өтейік. Оттоның іштен жану қозғалтқышы 1863 жылы бензин мен ауаның қоспасымен жұмыс істейтін алғашқы поршынды қолдан тұтанатын авиациялық мотордың үлгісін жасады. Алғашқы екі тактілі жылу қозғалтқышын жасаған Рудольф Дизель. Алғашқы іштен жану қозғалтқышын жасаған Жан Этен Ленуар. Карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының құрылысы көрсетілген. Бұл жерде сіздердің алдарыңызда іштен жану қозғалтқышы. Іштен жанатын қозғалтқыштарды пайдалану мақсаты бойынша көлік стационарлы арнайы болып бөлінеді. Пайдаланған отын түріне байланысты жеңіл отын, ауыр отын болып бөлінеді. Іштен жанатын қозғалтқыштар жанушы қоспаның пайда болу тәсілі бойынша қозғалтқыштағы сыртқы қоспаны пайда болатын процесс цилиндрінің сыртында өтеді. Оларға жататындары карбюраторлы және газды қозғалтқыштар. Қозғалтқыштарға ішкі қоспаның пайда болатын процесс цилиндрінде пайда болады. Жанғыш қоспаны тұтандыру тәсілі бойынша былай ажыратады: сығылудан қозғалтқыштағы тұтануы. Бұл қозғалтқыштардың отынның жоғары температурасы әсерінен өздігінен тұтанады. Қозғалтқышты электр ұшқынымен ықтиярсыз тұтандыру, жұмысшы цилиндрінің жаңа зарядпен толтыру тәсілі бойынша. Цилиндрді жанғыш қоспамен толтыру тәсіліне орай іштен жану қозғалтқышы 4 тактілі және 2 тактілі болып бөлінеді. Жанғыш қоспаны дайындау түріне қарай сырттай және іштей қоспа түсетін болып ажыратылады. Сырттай қоспа түсетін іштен жану қозғалтқышына карбюраторлы және газ араластырғыш қозғалтқыштар жатады. 4 тактілі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының жұмыстық циклі енді білік 2 рет айналып поршын 4 рет арлы-бері жүру кезінде атқарылады. 1 тактіні
жаңғыш қоспаның цилиндрге ену тактісі деп атайды. Бұл екі тактіде поршень жоғары өлі нүктеге жылжиды. Сол кезде ену клапаны ашылып, жаңғыш қоспа карбюратордан цилиндрге келеді. Екінші такт кезінде поршень төменгі өлі нүктеден жоғары өлі нүктеге жылжиды. Бұл кезде сыртқа шығару және ену клапандар жабылады да жаңғыш қоспа 0,8-2 миллиграмм қысымға дейін сығылады. Сығылу соңында қоспа температурасы 200-400 градусқа дейін жетеді. Осы мезетте электр ұшқыны беріліп, қоспа тұтанады. Жану нәтижесінде цилиндрдегі қысым 3-6 миллиграмм температурасы 1600-2200 градусқа жетеді. Циклдің үшінші тактісі ұлғаю, яғни жұмыстық жүріс деп аталады. Бұл тактың барысында отынның жануы кезінде пайда болған жылу механикалық жұмысқа түрленеді. Төртінші такт сыртқы газ шығару тактісі деп аталады. Мұнда поршень төменгі өлі нүктеден жоғары өлі нүктеге келеді де пайдаланылған газ сыртқа айдап шығарылады. Екі тактілі карбюраторлы шежірені қозғалтқышының жұмыстық циклі поршеннің екі жүрісі кезінде, яғни иіндірілетін бір айналысында орындалады. Мұндай қозғалтқышта сығылу және жану және ұлғаю процестері іс жүзінде төрт тактілі шежірені қозғалтқышымен ұқсас. Төрт тактілі шежірені қозғалтқышты автомобильдерде, жеңіл самолеттерде қолданылады. Суретте көрсетілген жұмыс істеу принципі жаңа айтып өткен сору, суғу, жұмыстық жүріс және шығару процестері көрсетілген. Карбюратор іштен жану қозғалтқыштарының артықшылықтары: массасы жеңіл, оты компактылы және пайдалы әсер коэффициенті 25-30% аралығында. Ал кемшіліктері: жоғары сапалы отын қажет етеді, құрылымы күрделі, иіннің айналу жылдамдығы жоғары, улы газдар бөледі және шу дыбыс шығарады. Төрт тактілі дизель қозғалтқышы 1897 жылы неміс инженері Рудольф Дизель жасап шығарған. Енді процестерге жекелей тоқталатын болсақ, сору немесе енгізу тактісі. Поршень жоғары шекті орыннан төменгі қарай қозғалады. Оның үстіндегі көлемнің ұлғаюына ауа сирейді де бірінші қалпақша ашылып, цилиндрдің ішіне ауа сорылады. Сығу тактісі. Әрі қарай поршень жоғары қозғалып, ауа сығылады да цилиндрдің ішіндегі қысым 1,2-2,6 паскальға жетіп, ол температураның 500-700 градусқа дейін жоғарылауын тудырады. Қызыған ауаға сорғының және бүркігіштің көмегімен жаңғыш қоспа бүркіледі де, жоғары температураның әсерінен қоспа тұтанады. Оның жану уақыты бензиннің жану уақытынан ұзақтау болады. Шығару тактісі. Поршень жоғары қарай көтеріліп, шығару клапаны арқылы газы сыртқы атмосфераға шығарады. Жұмыстық жүріс тактісі. Жану нәтижесінде пайда болған газ поршеньге үлкен қысыммен әсер етіп, оны төмен қарай қозғап пайдалы жұмыс атқарады. Жану процесінің соңында газ адиабаталық ұлғаяды да тактінің аяғында шығару клапаны ашылады. Газдың қысымы азаяды. Дизель қозғалтқышының артықшылығы: ауаға улы заттардың бөлінуі 2-3 есеге аз. Қолданылатын отын түрі арзан, қолданылу мерзімі ұзақ, қарапайым құрылығы, пайдалы әсер коэффициенті біршама жоғары. Кемшіліктері: қыстың іске қосылу температураға тәуелді, қоректендіру жүйесін қайта жөндеу күрделі, жұмыс кезінде шуыл, көлемі жағынан үлкен және улы газдардың бөлінуі. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.